Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Ыбырай Алтынсарин Қыпшақ сейітқұл әңгімесі күнді жазып, тақырыпты жазып қоямыз. Бүгінгі істейтін жұмысымыз шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарымен жұмыс жасаймыз және шығармадан екі нәрсені салыстыра суреттеу мен қарама-қарсы суреттерді тауып үйренеміз. Қайталау дегеніміз, балалар, сөз өнерін айтар ойды күшейте түсу үшін бір сөзді немесе сөз тіркесін бірнеше мәрте қайталап қолдану тәсілі. Мысалға, мұнар да мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн. Буыршын мұзға тайған күн, бура атанға шөккен күн. Күн сөзі бірнеше рет қайталанды бұл жерде, себебі бұл күннің ерекше күн екендігін әсерлі етіп жеткізу үшін бірнеше рет қолданып, қайталап қолданған. Осы қайталау түріне байланысты тапсырма, берілген үзіндіде қайталанған сөз бар. Сол қайталанған сөзді автор қай мақсатта қолданған? Соны ашып тауып жазамыз. Келесі ауыспалы мағыналы сөз, ол қолданылу барысында сөздің пайда болатын туынды мағына. Ауыспалы мағыналы сөз бір зат пен екінші бір заттың, бір құбылыс пен тағы бір құбылыстың форма, сыртқы түр, түс ұқсастығы, қызмет сәйкестігі негіз болады. Мысалға, түзу ағаш үйге тіреу, түзу жігіт елге тіреу. Бұл жерде тіреу сөзі бірнеше екі рет қайталанды. Біріншісінде тура мағынасы ағаш үйге тіреу бола алады, ал елге тіреу бұл жерде ауыспалы мағынасы елге қызмет ететін жігітті айтып тұр. Өмірдің кілті, білімнің көзі, ыстық ықылас. Бұл жерде де кілт, көз, ыстық сөздері ауыспалы мағынада қолданып тұрса, тура мағынасында есіктің кілті, адамның көзі, ыстық су. Енді ауыспалы мағынаға байланысты тапсырма. Мәтіннен Қыпшақ сейітқұл әңгімесі бойынша ауыспалы мағынада жұмсалған сөздерді бар үзіндіні тауып жазамыз және қай сөз ауыспалы мағынада тұр, соны ашып теріп жазып қоямыз, көрсетеміз. Келесі тапсырмамызды орындамас бұрын анықтамаға мән берейік. Эпитет заттың я құбылыстың ерекшелігін, сыр сипатын бейнелі түрде танытатын поэтикалық, стилистикалық ұғым. Экспрессивті айқындаушы сөз. Мысалы, қазақ поэзиясында алтын сөзі эпитет ретінде көп қолданады. Эпитет көбінесе сын есім, үстеу, зат есім, етістіктен жасалады. Мысалы, мына жерде алтын көз, алтын бесік. Туған жерде айтамыз алтын бесік деп. Алтын адам. Бұл жерде жаны таза, адамгершілігі мол адамға эпитет ретінде қолданамыз, бейнелеп көрсету үшін. Эпитетке байланысты тапсырма, сондай жан жайсаң жақсы аға. Бұл жерде осы сөйлемдегі сөздерді эпитетке айналдырамыз. Кіндік кесіп қырылған жерден қабырға деген өзен бойына тоқтады. Осы жерден біз эпитетті сөздерді эпитетке айналдырып жазып көрейік. Келесі тапсырма салыстыра суреттеу мен қарама-қарсы суреттеуді тауып жазамыз. Мәтіннен кейіпкерлеріміз Сейітқұл және Сейітқұлдың ағасы. Салыстыра суреттеу және қарама-қарсы суреттеу мәтіннен тауып кестені жазып толтырамыз. Осы тапсырмаларды маған жекеме орындап жібереміз. Одан соң рефлексия жасаймыз, өзімізге өзіміз білгенім қайсысы сіздер үшін маңызды болды, қай тапсырманы орындауда қиындықтар кездесті және ең тиімді болғаны. Өзіміз үшін рефлексия жасап қояйық. Тапсырмаларды толық орындап, жекеме жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.